Бүгін 30 тамыз Қазақстан Республикасының жаңа ата заңын қабылданғанына тура 25 жыл толды. Осы бір айтулы мереке күні Түркістан қаласында үлкен заңсыздық орын алып отыр. Олай дейтін себебіміз, мына бір қаланың қақ ортасында орналасқан ғимаратта ешқандай да заңды процедураларсыз құрылыс жұмысы қарқынды жүріп отыр. Бұрын бұл ғимарат қалалық мәдениет үйінің орны болған. Алайда бүгінгі күні мәдениет қызметкерлері қаланың шетіндегі бір ауылда ескі ғимаратта жұмыс істеуге мәжбүр болып отыр. Қала әкімі мәдениет үйін жекешелендіруге шешім қабылдаған. Алайда мемлекеттік мүлік аукционға қойылмай жатып, ғимараттың болашақ иелері болса керек. Олар тойханаға айналдыру жұмыстарын әлдеқашан бастап кеткен. Бұл Қазақстан Республикасының заңдарын нағыз белден басу болып табылады. Өткен ғасырдың 80 жылдары колхоздардың ұйымдастыруымен осы ғимарат салынған болатын. Қазіргі таңда мұнда жұмыс істемек керек түгілі кірудің өзі қорқыныштырақ. Себебі ғимараттың сырты топырақпен қапталып қойылған. Оның үстіне мәдениет қызметкерлеріне арналған жағдайдың болмай отырғанын көруге болады. Жағдай жасамақ түгілі мұнда әжетхананың өзі де жоқ. Мәдениет үйі қызметкерлері бірнеше ай бұрын бір күнде жиһаз аспаптарымен Бірлік ауылындағы ескі клуб ғимаратына көшірілген. Мұнда мәдениет саласының емес, ескірген дүниелердің дымқылданған иісі шығады. Ғимараттың едендері әне-міне опырылуға шақ. 45-ке жақын қаланың мәдениет қызметкерлері ғимараттың осы бір кіреберісіндегі аядай ғана бөлмеде жұмыс жасауға мәжбүр болып отыр. Жүгіруден бұрын қалыпты жүру мүмкін емес. Мұнда киім, құнды заттар бөлмелері өте тар, қолайсыз, көптеген қажеттіліктер қарастырылмаған, жылу жүйесі орнатылмаған. Жақын арада күн суыта бастаса, мәдениет қызметкерлері жұмыс орнында отыра алмайтын секілді. Ал ғимаратқа сыймай қалған қызметкерлер осы бір қазақы үйде жұмыс жасап отырғаны мәлім болды. Мәдениет ұлттың бет бейнесі, рухани болмысы мен ақыл ойы, парасат екені мәлім. Мемлекет басшысы халыққа жолдауында мәдениет саласына көңіл бөлу керектігін айтқан. Алайда мәдени саланың осылайша жетімсірегені Түркістан үшін үлкен сын екені айтпаса да түсінікті.